Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Сіздерге бүгін ақшаны 18 туралы ережесін айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыз. Ақшаның ең бірінші ережесі ол кіріс пен шығысты есептеп отыру керек. Үнемі сіздің блокнотыңызда кірген ақшаның, шыққан ақшаның несі жазылып тұру керек. Екінші, кредитный карта, вообще кредитке жолауға болмайды, банкке жолаудың қажеті жоқ. Мүмкін емес сияқты болуы мүмкін, бірақ сіз одан құтыла аласыз. Ақшаның үшінші ережесі. Қарызға ешқашан алмаңыз. Затты ешқашан қарызға алмаңыз, ол сізді долговой яма дегенге кіргізіп тастауы мүмкін, соттан қарызға шалуға болмайды. Ақшаның төртінші ережесі қарызға берме. Мүлде ешкімге ақша қарызға бермеңіз де, алмаңыз да. Бұл ақшаның төртінші ережесі. Ақшаның бесінші ережесі. Болашақтағы ақшаңызға зат алушы болмаңыз. Неге? Себебі болашақтың энергиясын қазір жұмсап тастайсыз. Ақшаның алтыншы ережесі. Аз ақшаға қанағат қылушы болмаңыз. Үнемі өзіңізге жоғарғы нені талап етіңіз. Көп ақша табуды мақсат қойыңыз. Ақшаның жетінші ережесі. Өз қорыңызды жинаңыз. Қосымша акция алыңыз, қосымша ақша жинаңыз. Ақшаның сегізіншісі ол ақшаны жинау керек. Ақшаны тек қана құрта беру керек емес, белгілі бір инвестицияға, квартираға ақшаны жинаңыз, сөйтіп барып құрта беретін боласыз. Ең бірінші ақша жинауды үйрену керек. Тоғызыншы ереже, уақыт керек бәріне. Барлық ақшаны бір күнде құрып тастауға немесе барлық ақшаны бірден таппам деген болмайды. Ақша үнемі болу керек. Тағы бір айтатын нәрсе, ақшаны жақсы көру керек. Сосын негізі жауапкершілікті өзіне алатындар бай болады. Өзіңізге ғана сеніңіз және өзіңіздің ақшаңызды өзіңіз басқарып үйреніңіз. Байларды тыңдап үйреніңіз. Олар үнемі өзіне керектісін нақты білетін адамдар. Тағы бір айтылатын 14-ші ереже ол кошелекке $100 ұстап үйреніңіз. Ол сізге ақша шақырып тұратын болады. Келесі әдіс ол ақша туралы сөйлес, ақша туралы ойлаңыз, ақша туралы барлық нәрсені ақшамен естісеңіз, сізге ақша көптеп келетін болатын, скидка бар екен. Сосын, мысал үшін бір зат алатын болсаңыз, үнемі скидка сұрап үйреніңіз, ол сіздің ақшалық жағдайыңызды шешетін болады. Негізі кім не туралы үйренгісі келеді, содан үйрену керек. Миллионерлерден миллиондар табуды үйренсеңіз болады. Егер осындай видеолар ұнайтын болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіз ақшаның қандай ережесін қолданады екенсіз?